Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін Оңай каналында бақыт туралы сөз қозғаймыз. Адамдардың көбі бақыт деген кездейсоқ басқа қонатын бақ құсы сияқты нәрсе деп түсінеді. Шындығында, бақыт алдына нақты мақсат қойып, соған нық сеніммен және табандылықпен ұмтылу арқылы қол жеткізуге болатын игілік. Адамдардың басым көпшілігінің бақытты бола алмайтыны да ол туралы қате түсініктен десек, шындықтан алыс кетпейміз. Адам үшін бақыт деген не? Әрбір адамның бақытқа берер өз анықтамасы бар. Бақытқа бастар бағыттың әрқилы болуы мүмкін. Бірақ негізінен көпшілік адам үшін бақыт деген бұл үйлесімділік, яғни гармония, отбасы, махаббат, өзін өзі табу, жетістік, қаржылық кен мүмкіндік. Табыс бұл сіздің сыртқы күйіңіз, ал бақыт болса ішкі күйіңіз. Бұл тақырып қазіргі уақытта кеңінен сұранысқа ие болғандықтан, бүгін біз сіздерге өзіңізді бақытты етуге көмектесетін, нақты жұмыс істейтін және ерекше кеңестер бергіміз келеді. Бірінші, өзіңізді зерттеңіз. Әлемдегі ең қызықты білімдердің бірі бұл өмірге келгендегі сіздің өмір бойы алатын өзіңіз туралы біліміңіз. Сіздің күлімсіреуіңізді не тудыратын және сізді не мазалайтынын білу, негізгі құндылықтарыңызды анықтау. Өйткені, өз құндылықтарын қанағаттандырмай қалай бақытты сезінуге болады? Сондықтан, ең алдымен өзіңізді зерттеуді бастаңыз. Екінші, өзіңізге қамқорлық жасаңыз. Көптеген адамдар мұндай қарапайым және маңызды қағиданы орындамайды. Кез келген адам ең алдымен өзін жақсы көріп аялау қажет. Тек басқалардан ғана емес, өзіне де тиісті көңіл бөлуі керек. Біз басқа адамдарға қамқорлық жасағанды ұнатамыз. Көбінесе олардың мойындауы мен ризашылығына ұмтыламыз. Бұл ұшақтағы ереже сияқты. Ең алдымен балаға немесе жақын адамға оттегі маскасын кигізбес бұрын, оны өзіңіз киюіңіз керек. Әйтпесе, сіз ешкімге көмектесе алмайсыз. Сондықтан, бақытты болуды өзіңізден бастаңыз. Содан кейін барып қасыңыздағыларға сыйлаңыз. Үшінші кеңес. Өміріңізде болып жатқан жайттарға саналы түрде қараңыз. Біздің бүкіл өміріміз тұрақты емтихан тапсыратын бір үлкен сабақ сияқты. Бұған саналы түрде, тек жаман жағынан ғана емес, конструктивті жағынан да қараңыз. Сонда ғана сіз оңтайлы шешімдерді таба аласыз. Сондықтан, бақытты болу үшін алдымен назарыңызды пайдалы немесе жақсы нәрсеге аударуды үйрену жақсы болар еді. Бұл конструктивті көзқарасы бар адам. Ол кез келген мәселені шеше алады. Өмірде ештеңеге өкінбейді. Бірақ әр мәселені әрқашан шешімін қамтайтын тапсырма ретінде қарастырады. Төртінші кеңес. Сәттілікті өз жолсерігіңіз ретінде қабылдаңыз. Иә, сіз сәттілікті өзіңіз жасай аласыз. Кейде сіздің өміріңіздің қиындықтарының асфальтын жарып, өсіп бара жатқан кішкентай гүлге ұқсаса да, сіз оны күнделікті суарып және күтім жасау арқылы нығайта аласыз. Мұны қалай істеуге болады? Өте қарапайым. Сіздің өміріңіздегі сәттіліктің кез келген сәтін бақылау және оларға назар аудару арқылы. Мен сізге күн сайын сәттіліктің кішкентай сәттерін санауды бастауға кеңес беремін. Осылайша, сіз өмірден және оның бұрын соңды назар аудармаған көріністерінен ләззат алуды үйренесіз. Бесінші кеңес. Армандаған болашағыңыздың бейнесін жасаңыз. Біздің көпшілігіміз өз болашағымыз туралы ойлап, қандай да бір қарапайым, кейде тіпті көңілсіз нәрселерді елестетеміз. Сонымен қатар, егер сіз адамдардан бақытты екендіктерін ашық айтып, өмірде қалаған нәрселеріне қол жеткізгендерін сұрасаңыз, онда олар болашақ туралы ойлағандықтарын, бірақ армандамағанын байқайсыз. Яғни, адамдар өз санасында бақытты өмір елестете алмайтындығын көрсетеді. Бұл қате пікір. Жоғарыда айтып өткендей санаңызды жақсы өмірге, жарқын болашаққа үйретіңіз. Жалқау болмаңыз, санаңызға сізге көмектесуіне жол беріңіз. Алтыншы кеңес. Энергияңызды арттырыңыз. Бізде энергия көп болған кезде, біздің денеміз ерекше күшке, ал миымыз көптеген тілектерге толы болады. Ішкі даусымыз бізге, сіз мұны жасай аласыз деген кезде,
бәрі қаншалықты қызықты екенін көресіз. Егер ішкі даусыңыз сізге жауап қатпайтын болса, онда энергия деңгейін жоғарылатудың көптеген жолдарымен танысыңыз. Медитация, спорт, дұрыс тамақтану, қоршаған ортаны тану сияқты. Сонымен қатар, мұның бәрі энергия деңгейін арттырады және бақыттың қарапайым рецептері болып табылады. 8-ші кеңес: өзіңізді өзіңізбен салыстырып өзгертіңіз. Кешке қарағанда бүгін не істегеніңізді бақылаңыз және қызғаныш сезімін тоқтатыңыз. Жеке өзгерістеріңізді күннен күнге дамытыңыз. Өзіңізді кем дегенде бір істе жақсы болуға үйретіңіз. Жұмысты тезірек жасаңыз. 500 метрге көбірек жүгіріңіз. 10 минут бұрын ояныңыз. Үнемі жанжалдайтын адаммен ұрыспаңыз. Аздап тамақтаныңыз. 9-ші кеңес: өз прогрессіңізді белгілеңіз. Өткен аптаны қорытындылау үшін аптасына бір рет 10 минут уақыт бөлуге тырысыңыз. Кез келген, тіпті кішігірім өзгерістерді белгілеңіз. Соңғы 10-ші кеңес: өзіңіз үшін ең жақсы орта жасаңыз. Әр адам бұл өмірлік стратегиялардың жиынтығы. Сондықтан да біз айналамыздағы адамдардың стратегиясына тікелей тәуелдіміз. Жеңілген адамдардың ортасымен қоршалсақ, сәттілікке жету мүмкін емес. Ақымақ адамдардың ортасында жүрсек, ақылды болу қиынырақ. Сол себепті өзіңізді тек жақсы адамдармен қоршаңыз. Сонымен достар, бүгінгі видеомыз өз соңына жетті. Осы пайдалы кеңестерді қолданып, өмірлерімізді бірге өзгертейік. Каналға лайк басып, жазылуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше достар.